Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін Tester KZ сайтына тіркелу және сол жерде аккаунтқа оқушы добавить ету, сонымен қатар тапсырма беру, соны көрсететін боламын. Ол үшін Tester сайтына поисковикке tester.kz деп жазып, соған кіру батырмасын басып, мына жерге логин, пароль енгізіп, кіру батырмасын басамыз. Содан кейін мына жерде аккаунт дегенге тапсырма тестті жоспарламастан бұрын тапсырмаға оқушы добавить ету үшін аккаунтқа кіреміз. Менде оқушы осылғанда добавить етіліп тұр, сол үшін мен бір оқушы добавить етіп көрсетейін. 4-ші сынып, мысалға Б классы делік. Мына жерге қосу батырмасын басамыз. Мына жерге оқушының аты жөнін добавить етіп қосу батырмасын бассаңыз, мына жерге оқушы енет және логині, паролі мына жерге шығатын болады. Ал ол не істемейтін болсаңыз, мына жерде оқушыларды бірден Excelге жазып алып, соны экспорттейтін болсаңыз, мына жерде деректер үлгісі деген бассаңыз, мына жерде Excel бізде жүктелетін болады. Осы жерге Excelге фамилия, имя, отчествоны жазып, бүткіл оқушыларды тізіп, жазып, сохранить етіп, файл таңдап генерациялау дегенді бассаңыз, мына жерге бүткіл оқушының списогі шығатын болады. Оқушыларды енгізіп, құпия сөздерін несін енгізіп алғаннан кейін, мына жерде тестті жоспарлау дегенге бассаңыз, мына жерде ОБТ, PISA, ББЖМ деген шығатын. Мысалға мен 4-ші сыныпқа ББЖМ-ны беретін боламын. Сол үшін 4-ші сынып лоток А, мына жерде мысалы 9-да басталып, мына жерге тесттің қолжетімділігі уақытын белгілейтін боламыз. Мен мысалға 24 сағат қойсам, мына жерге қазақ тілін қоямын, мысалға 3-6 секундге беретін болсам, жоспарлау дегенді бассаңыз, жоспарланатын болады. Я ОБТ-ға 11-ді қоясыз, мына жерге дәл сондай қылып істеп шығасыз. Ал оның қорытынды жоспарлап болғаннан кейін қорытындыны көретін болсаңыз, бізде например 4 тест тапсырды. Міне тапсырған тесттің қорытынды балы, қай уақытта тапсырып болды, сол жайлы шығатын болады. Осы жерде назарларыңызға рахмет.